адашкан бойдон кетиптир. Нескаранын ээрчиген 6000 аскери кишилер Байжакыптын кең арал аягы менен өтүптүр. 2 күнү жол жүрсө да мол жүрүп, Маңгулдун журтун басыптыр. Жайытта жаткан жылкысын тийип алып качыптыр. Айдап жолго салыптыр. Аны көргөн маңгулдар улуу чөрү кол экен, адам буарбын мол экен, алдыргандын шор экен, Жайсанбай деген бай экен, так ошондо Жайсанда 10 000 жылкы бар экен, оңбогондой мал экен, одарып тийип алыптыр. Ойбойдун ээси салыптыр. Ар тарапка чапкылап, ким экенин биле албай, жебүрөнөн сурап тил албай, кандай жүргөн кол дешип, аркасынан чабалык, андан кабар табалык. Маңгулдуктар жыйылып 500 адам болуптур. Оңа салышып акырып, айгайлашып бакырып, ким болосуң элиңер, кирбей айтып бериңер, жоолаганың ким эле, жоонуң айт деп тим эле, издегениң ким эле, ишиңдин айт деп тим эле. Айгайдың алар салганы ошондон арык башчы Басаңкул, о Байжакыптын баласы, кайда болот айтыңар, байгуруулуу манасы. Издегени шо деди, шону издеген кол деди. Анда булар кеп айтат, кулан жайлоо тезде, о Манас жакын бу кезде. Жакып деген атасы, Манас деген уулу бар, бу жүргөн жандын чатасы. Ан үчүн жылкын алба деп, азапка бизди салба деп, оң айтыңар деди кебиңди, аскери башчы бегиңди. Бизде болсо алгыла, мурунтан калган кегиңди. Жайсанбай айгай салганы угуп алып Басаңкул, эрнис ошондон эрин аскера, ой эрнис карагы тайга. Эми жайың гана айтып барганың. Биз дарыядан чыктык жол менен, 6400 кол менен. Бу Байжакыптын өзү го, биздин алдап айткан сөзү го. Жашырып таштап манасын, катып коюп баласын. Байжакытта болбосо башкада мындай мал болбойт. Жылкыңды берем деп туруп, о жулуу жумшак кеп уруп, мойнунан курук салалык. Бортоңдогон бул чалдын өзүң кармап алалык. Болсо Жакып өзү деп, Жакып деген мен эмес, бу биздин алдап жаткан сөзү деп нескараң акыл чыгарды. Бая Басаңкул чалы кеп айтып, мал менен бу чалды кармаса болот деп айтып, аскерден чыгып алганы, антип минтип аларда 600 болуп калганы. Басаңкул аны көргөнү, о Байжайсанга жөнөдү. Айдабайлы жылкыңды, ачпайлы деп уйкуңду, о чачпайлы деп мүлкүңдү. Жайсанбай Жакып кел деди, сенин кылган о кызматың, Жакыптын уулу Манасты тап кармап бери деди. Анда Жайсаң кеп айтат, ачууланып бек айтат, келген сенин жолуңда ушул жактын тоолорун көргөн кишиң жок беле, 6000 аскери колуңда, о калган сенин артыңда. Катылаң албай коркомун, балам Манас баатырга, кармап берер каруум жок, айдап берер алым жок. Жылкы түгүл жып-жылас, эң айлымды чаап кетсең да, кармап берер табым жок. Ушунуң айтып Жайсанбай карап турду жайма-жай. Эң айтканын угуп алганы, бери келгин бастыр деп Басаңкул айтып салганы. Ханыңызга барыңыз, менин айткан сөзүмдү ууга бар айтып салыңыз. Алар жылкыңды алыңыз, бери келгин мага деп не асылып калдыңыз. Мунун айтып Жайсанбай бура тартып калганы, кууп кармап алам деп кутурган кул Басаңкул атына камчы салганы. Бура тартып Жайсанбай колун көздөй качыптыр. Кууп келген Басаңды таноо деген бир калмак. Ошо тозуп туруп ортодон колок менен атыптыр. Коркурап барып жыгылып Басаңкул өлүп жатыптыр. Басаңкулдун өлгөнүн көзү көргөнү. Башчы болгон Нескара Жайсанбайга жөнөдү. Карап турган калың кол, адамың аны кумдан бол. 4400 калганы 2000 ат коюп, ат койсо да ат коюп, аламан урус салганы. Алиги турган 600, аты шарыга жер 300, жазайылды жаткырды.
төмілтіктің бір жүзін күркіретіп аттырды. Төмілтігіні күркіреп 2000 барған аскердің ошондо тула бойы дүркіреп, қайра қачып қалғаны, қарданып нес қара, шабдара қамчы салғаны, чаң уюду абаға, 6000 аскері бірдей тең шабыл қойып қалғаны. Көптө чабыл қойған соң, шыдай албай жайсаңбай, чыға қаштың айлынан, тоқтол албай жайсанбай, тоқ ачып жөнөлдү, толқу атқан дариялық, айылға кіріп өмөлдү. Қыз келінің қармашып, дүниеге жармашып, ол жол орын талашып, орчунун сен алдың деп, орыңдошып савашып, оң алған мұрын жылқыны, артып тартып мүлкіні, чалағы тайнес қара, чабылды жайсам бечара, қармарын біліп шекініп, қашты жайсам бір тоғы, тоқойғы кірді бекеніп, қармап шону сойбой деп, нес қара жүрет өкініп, қатындары илап чұрқырап, балдарың илап чырқырап, қолға түшпей қалғаны, қоқты жолға тоу ташқа, қашып кірді зырқырап, айлына кіріп дариялық, өлүдөй күші өлтіріп, елдің көбін бүлдіріп, ойдының арбын алышты, оңып жырғап қалышты, ошо күні қонышты, ойым менен болышты, қанды улам болушып, қарамалдан сойышып, ал үнің антиіп жатқаны, жоғыға бат батқаны, ертеңкі күнді аттанып, ердемсініп шаттанып, 15-ке толғын жаштудан, олыңдой қара чаштудан, көштен шыққан көріктүүден, көмкірі құндыз бөріктүүден, 130 қыз алыптыр. Емчеге тікче етарық, еңчегір бойлу қарағаш, епті сұлу келінден 200 түшіп қалыптыр. Төлерін бақыртып, ешектерін ақыртып, уйым өрөді күңгіреп, қоймарады дүңгіреп, кишін етіп жылқысын, кишелерін байлатып, жылдырып балын айдатып, аңгіре жолғы салыптыр. Бара тұрсын жол менен, нес қаравашты зор менен. Бай жақып қавара салыптыр, ақ құла менен бол қойып, ақ найза қолды қой қойып, накері бұтта чой қойып, төгіріктен жинатып, 400 аскер алыптыр, түрім деп, төгіріктеп қалыптыр. Ошаң ала байрақ құлайза, шодыраған көй қашқа, оған жақыптың қашында, қарым менен чалдардым, қайраты жоқ балдарын, 200 бір киши, 600-дей қол менен, алмалы құя жол менен, атым манас білбесең, 6 айлықтың түркінен, алдырып ичің, кім дейсің? Оның айтып ақырып, аскердің алдың қайра жапырып, жазайылды жатқырып, гүлдірім маймылтықты, күркіретің аттырып, гүлді қолын жапырып, гүлден бетер сапырып, нес қаранын аскерін, ердемсінген көйелін, жолын буып алып тұр, ошо жоболоңды салып тұр. Шының өтеріне жолу жоқ, ары жақтан қараса, өміліп келген қолу жоқ, 6400 қолу бар. Алардын арбын ошору бар, алмалу деген жолу бар. Арыстан манас аң алып тұр, айқырықты салып тұр. Жарым күндей болғанды, қамбардың ұлың Айдарқан, Алтай қазақ қалқынан, Ашкере батыр Бубіржан, күні көріп албан күркіріп, Наймандардың Қарабек, атаңның көрі құмарлық, ұрысшы болсын қайда деп, найзанын ұчу чабышып, адамның башы қағышып, қыр жігіттің башы екен, 16-да жаш екен, көкшө деген баласы, Айдарқандың салдырған, Аққала деген қаласы. Аты көкшө қойылған, айбатын көрген адамдың, көрсөгені тойынған, ақ тасмадай чойылған, алым сейіт дегені, алдына баштап алып тұр, көкшө деген менмін деп, сен көпсініп қайдан келдің деп, жеке деп, жекеге шығып тұрып тұр, анын жекесіне келе албай. Қытайды құдай ұрып тұр, емі қамалып қарап тұрып тұр. Арқа жақтан қарасың, бұда Моңғол батыры, үйшін деген ақырып, үстіне темір киіптір, шыға келді бақырып. 119 киши бар, арбір соның іші бар, үмет шықты жол менен, 200 ашық қол менен, жайсан жандап алыптыр, 1500 қол болып, артынан алдың оролып, 6 шар адамы кетпес болды оңолып.
Ошондо күнүс балбан күңгүрөп, көрүсүсүн сүйрөп дүңгүрөп, себизиң аскер кол боруп, селдей каттап бол барып, курчап алыптыр. Ак кыянын белесин, атасы Жакып кашында, 13,5 жашында, дөөлөт кушу башында, манас тосуп алыптыр. Кампас деген калаадан, Каражой деген талаадан, Калмак менен Кытайдын, кагуртосу арадан, канча мыкты болсоң да, куткарбаймын баладан. Мунуң айтып буластап, даңдан деген бір балбан, урушканын сойлоткон, улар озатын ойноткон, устундардан улаткан, учуна булус сулаткан, урган жоосун кулаткан, узун найза колунда, казандай болгон чоң күрсү кармай калып колуна. Карабады соңуна, очо качырып келип калганың. Аны беттеп карасаң, ошондо күнөс балбан барганы. Күнөс барды күркүрөп, көргөндүн бою дүркүрөп, найзаларын көтөрүп, атка камчы салышып, эринин кашы деп, эт жүрөктүн башы деп, качырып найза шилтеди, төшкө найза так этип, чарайынага чак этип, тирешип карап турушту, көргөн сонун жумушту, найзадан арга болбоду, күрсүнө колго толгуду, күрсүнө күүлүп алышты, күркүрөшүп чабышты, күндүк жөргөн уулуп, калканга катуу тийгенде тигини чакылдаган добушой. Күрсүнү белге салышты, күркүрөшүп бири-бирин качырышып калышты, жакасына жармашып, ажыдардай арбашып, эки балбан кармашып, эң үшүүгө жетишти. Тирешип эки турганда, бакайынын аттары тим эле жерге гана кирип кетишти. Карыны бойго салганы, капастыкты лууп албаны, кайраң күнөс батырды аттан жуулуп алганы, калайык карап турганы, айлантып келип күнөстү алып жерге урганы. Күнөс өлдү таң болуп, тийген жери чаң болду, кызыл жаянган болуп, чарайнасы дат болуп. Күнөс өлгөн жери деп, ошол жерге ат болуп. Ошондо кыйын гана дөсүн сойдум деп, кыргызды караны койдум деп, бүгүн кайраттуусуну сойдум деп, калмагын караң койдум деп, атымдаңдым билгин деп, ажалыңды сагынган адам болсоң келгин деп, айгайдың азыр салганы, аны көрүп акырып, Айдаркандап бакырып, көкчө жөнөп калганы. Ойбой балам койгун деп, көзүмдү менен ойдуң деп, Айдарканы жеттиң акырып, ошондо баласына бакырып. Жеткирбедиң даңданга, Айдаркан жетип барганда, көкчө мырза кеп айтып, көт жагымдан не чаптың, аят эке деп айтып, токто тура калганы, майданга кири баласы, Айдаркан тосуп алганы, балтыр этиң тол элек, сенин балбан күчүң бол элек, жүрөк этиң тол элек, сенин жүткүнөр чагың бол элек, койгун балам барба деп, жолобогун ага деп, Айдаркан айтып салганы, аны көрүп эр көкчө, атамдын кебиң акыл деп, андай болсо макул деп, бура тартып калганы, бул аскерге барганы, кайтарып ийип баланы, Айдаркан баатыр калганы. Кара көк аттын моюндап, качырып каршы жеткени, улар бозун моюндап, малакайды коюндап, атка камчы салыптыр, найзаны колгон алыптыр, качырган бойдо дердаңдун, Айдарканга барыптыр, кары менен багыптыр. Качырып найза салыптыр, акылга толгон Айдаркан, ошо найзасын кагып калыптыр. Найзасы жерге сайылды, асабасы жайылды, көргөзөйүм барымды, күйлөнүп келип чаңжаңдын, Айдаркандын найзасын учуна келип сайылды. Айдаркан турушун, көзөңгү найзаң урушун, бир урганда найзаны бүтүрдү минтип жумушун, ооздо найза салыптыр, моюндун баарын талкалап, шилерин чыга калыптыр. Ошондо бул жолу жок Айдаркан, ушул жерде даңдаңды, койрон кызып салганы, дагы чыкты Кытайдын, ошондо күдөңдөгөн балбаны, адегенде найзаны Айдарканга салганы, айбатына чыдабай, камбардын уулуң Айдаркан кайра качып калганы. Карабалы ошону, ак кунаны моюндап, томогону коюндап, мана чыкты бакырып, бай Жакып деп чакырып, желекти желге жапырып, жекеге чыкты качырып, жеткен жерде көдөндү, тебетейдей учурду, көмө коюп өткөнү, көт жагынан Кытайдын раңшоо балбаны, рап найза алганы, таталашып капырлар, баары кайра ошондо айтып, бакырыкты салганы, ага каршы эр манас,
Аққулан атын жүратты, бір ұрғанда найзаны, роңшоны құлатты, роңшо қалды жығылып, чаңға башы тығылып, етегі башқа жабылды, қапырды сойғы кеткенде, қанжығадай қараған найзасына жабылды. Аны көріп Қытайдың, ошының ақылыңа баштан жаңылдың. Шаң мұсару дегенім, шашпай тұрған еренім, шалтаң деген аты бар, шаңы биік қарқы бар, шалтаңға қамшы салып тұр, алеңгір жасыр жебесін көздей алып тұр. Қашырған бойды нерманас, қарданып жеткені, ашыққан бойды манасты, оң алып сатып салғаны, қолым соқу қол салып, қолынан тартуы алып, кіричіне салғанша, қойып манас кеткені, батырдығы мен еткені, башын түшіп кескені, шалтаң атын алғаны, ұрышқа бата берген деп, байра тартып салғаны, бай тұлпарын алғаны, бір құдай жардан берген деп, ошо батасын беріп салғаны, аты көріп алты шар, ошо айғайлап ойлап қалғаны, тоңаны көріп очыдабай, арданған бойдон нес қара, чабдарға қамшы салғаны, чабуыл қойып қалғаны, атаңның көріп қапыр деп, ақыры заман башыңа түшірейін ақыры деп, аққула қамшы салғаны, қашырып қапыр қалғаны, чабдарға қамшы салғаны, арқасынан анында очаң созылып қалғаны, арыстан манас бет алып, ақырып жетіп барғаны, ал қарағу шарбайып, аспандан бұту тарбайып, манасқа жолдош болып тұр, айбатынан барысы, артушынан отолып тұр, қашырғаның құтқарбас, қырачар жол болстой, асылған аман болбостой, аққулан атын астында, ал қарағу үстінде, ажада ұрты үстінде, қашырғанда манасқа, уялбас ұлаң бетібі, есі шықпас жанағы нес қарағулдың көтібі, чабдарға қамшы салып тұр, чарқайланып көп қолым, айлана қачып қалып тұр, аққула сыңғын дейтіп, ақ найзасын зыңқитып, арыстан манас батыры атынан түшіп алып тұр, чарчабас күллік мал екен, чабдар аттың көдінді, 80 шайтан бар екен, шайтандай ұшқан мал екен, 6000 жатқан аскерін, алтайлана қуалап, аламын деп қывалап, 7000 толғын аскерін, жетайланта қуалап, жетемін деп қывалап, ен тала чөлменен, ен үчен албан елменен, айлана қачып аскерін, жандай қачқан өз елін, чабдарға қамшы салып тұр, аққулан менен зақымдап, арыстан манас жақындап, өрттей көзі қызарып, өрдіктей мойның ұзарып, қуып манас қалып тұр, қошанша олдың баш екен, қошо кезден ес қара, 19-да жаш екен, түйіттайман күбі, түркуын ағас екен, қашып жүріп мұңай етат, қалқының бары мұңай етат, қабылан жолғы жатарбай, қатылғанға қатылбай, қадеммен тиіп қатарбай, жолборш жолғы жатарбай, ошо жолу қарға жолықпай, жолыммен тиіп қатарбай, бұруқ құрап қорқып нес қара, бұл сөздің айтып салып тұр, баямыңды болып қолына, мұрын түшкен қыз келін, құтылсақ деп мұндан деп, құжылдашып қалып тұр. Аққулан менен жетерді, ақ найза менен нетерді, нес қараң елге айтат, есен бол қалқын деп айтат, чабдарға қамшы салған, тәға қаншыға қачмақ, емейін дойланып қалғаның, аққулан менен ұшыратып, арыстан манас жеткені, алтын кемер жетидеп, айдалының бетидеп, сыр найза менен кеткені, өзге чөгілігі чабдарат, өксүтіп кетіп баратат, аскерін, накерінің тақаға, үзеңгі қағып шарқылдап, қырарқаға келтіріп, сырнайза менен жаншқылап, екі жаншы үз сайса, ошо үзеңгіден бұттайып, ең аман болғын елім деп, талқаланды белім деп, азап айдап бұ жерге, емінің үшін келдім деп, оқтай болғаны, чабдардың оғын жиып алғаны, алмалу белдің үстінде, жетінді қия черменен, киік баспас жерменен, өдөні көздей салып тұр, қарқап көші тол боғым, кели тол бол боғым, бели тол бол боғым, қараң қалған аққулат, өдөні өксіп қалып тұр, өзгөчө будан чабдарат, бұлыттай көктің үстінен, бұралған шөптің үй астына,
буркурап учуп алыптыр. Жер түбүнө жетсе да, бежин түгүл ар жагы кен тоого кирип кетсе да. Артына манас жетем деп, же өлтүрбөй же өлбөй кантип кайра кетем деп, ак кула менен о тепеңдеп белге жакын калыптыр. Туу чунак менен түйүлдүп, оң атасы жакып барыптыр. Тура тургун балам деп, чалбырдан коштоп алыптыр. Чыңырып жүрө тоогое бер деп, коштошкон бойдон баласын ошо колуна жакып барыптыр. Айланасы кол болгон, арылбаган шор болгон, айдап мында келгени Эрнес кара зор болгон, башында басан кулдагы дагы өлгөн. Батыр Манас балбаны, менмен сиңген барганы, улуунун баары өлгөн. Эси чыгып Манастан Нес кара качып жөнөлгөн. Калгандын баары калтырап, о кара көзү жалтырап, жан соготто буркурап, жалпы баары чуркурап, 430 сый сарт экен. Калганын Кытай калмагы, катылбайбы земи деп, колун алып төбөгө койдой чуулап барганы. Жесирдин баарын бошотуп, үйшүн үмүт жайсанды, урматтуу кебин айтканы, үйүңдө мүлкүн таанышып, үй жыйып көтөрүп алган экен иттер деп, асты башын барышып, аласың бумну деп, Айдаркан Жакып дөгөнгө ошо астына кою салыштың. Балам ана суугу айтат, моңгулдар сага не болду, акылың кайда жоголду, айырып алган дүнүйө, айырып алдың жоодон деп, аксакалдар муналса, анаң кайдан оңолду, чабылдың да чачылдың, бетиңден пардаң ачылдың, жазайын мылтык түздеп ал, керектің болсо издеп ал, 10 000 эле жылкыңыз, оодарылды мүлкүңүз, ыйлап жүрдүң 3 күнү, эми чыксын күлкүңүз, аяк башы жыялык, аккан жашты тыялык, эндекей жүрбөй мүнөтүп, аягы жагың 3 арал, тарабы тайгын кырдан, 6 айдын тармасас, аяк көзү керемесас, капталың карагым болсун, кабарлашып жоо элсе, жерде жериң буу болсун, марал көчү уркунда, башы жазсын ошондо, оң арада болсун аңырыты, каремилди кажырыты, кагошоону жердеңер, эсенканегер соогойбуз, элдеп биздин ойлобойт, көптүң үйлө салганда, көк найза салса бойлобойт, бекемденип каларбыз, акыры бизде тим жатпайт. Алеңдирди саларбыз, анын айты бер Манас, карыга кабар салганы. Карап турган баарысы, ошондон айран азыр калган. Эллерик тийгеч болду, эл тарарга кез болду, Нес карадан калганым, алдай эмне кылат деп, аң алдырашып нес болду. Бая бузуктук кылган мурунтан, капырдын кылган камбылдан, ырайым болсо ырайымсыздан кылдан, бая катын кызга катылган, дини катуу капырдан 86 кишини. Ушу бүтүрдү тамам ишин. Аты тонун алганы, чабылган элдин баарына бөлүп берип салганы, үлөштүрүп бөлүптүр, айбаттуу Манас баланын айтканына көнүптүр. 6300 кол калды, 6 тоону жараган, баарын алды карагын, аман деди жаныңар, 6300 саныңар, качып кетти ханыңар, баарыңарга эп болсо, бошамага кара баарыңар. Манас айтып салганы, 3600 экен, өң Кытайдын калганы, жан соготтап жалдырап, жалпы баары барганы, кабарың Кытай билемин, кабыл деди тилегиң, оң аны таштап салыңар, эми чабылып чыккан моңгулдун кабарын угуп алыңар, бая үйшүнүм өт дегени, жайсанбай уререн, жан жабыла Жакыптын маңдайына келгени, ассаң алың алкыңда, абир берсин баарыңа, жуссаң жумуруңдабыз, журт болуш мында артыкпы, этеңдин алдында эл кылыңыз бизди деп, ошоң эндекей жүрүш болбойт деп, Нес карага окшогон эргесиңе сен койбойт деп, Күнөс балбан агасы Гүлдүр жайсам барганы, айлы чала чабылып, аттана качып жабылып, чаган аткан күнүндө, буурул түндүн түнүндө, тууган экен катыны, кангай моңгул чогулуп, койгон экен атыны, калкына кабар салыптыр, карыясың ат коюп, чаган күнү тууду деп, чаганбай коюп,
Alıptır atasının kaşında, bu 14 yaşında, Çağanbay attı balam dep, joldoş bolsun Manaska, el bolgondun belgisi, erke bala жалgызым, endi koşup alыңız, ebi gelse barыңız, güldür aytıp salgаны, güldür yurttun barысы, niyeti menen aytat dep, güngürönüp kalgаны, gürmölüp жатқан kalın kol, güngürüdü şondo dep, a günü jatıp algаны, ertenki gün таң атып, жарық болып қалғаны, жалпаламан барысы, жашы менен қарысы, жалпы бары тұрышты, қылалы деді жұмышты. Ошондон 6 айлықтың арызы бар, қаңғайлықтың қанша бар, маңғыл жұртты көбі бар, батыр күлдірлөгі бар, алчын үйшін бұда бар, арғын қара қожо бар, Айдарқан батыр қошо бар, нойлордон бай жақып, нойғыттардан ақ балта, анын бары жиылып, орқындария жері бар, анын арқа жағында, уйган қалмақ елі бар, көкөнөр көлі бар, көбі шабу чөлі бар, төкө теңірнор көлі бар, тек шарыш деген чөлі бар, қарағайлы тала бар, қаңғышатты қала бар, атағы бейжін жер деген, адам ұлы жеңбеген, антұрған Қытай ел деген, байқаса қиын бақ бұршын, қайнап жатқанға қаншын, чылғи динсіз чыммашын, кесепі шарған тұм бар, таңжұт деген шар бар, тамашаның бары бар, қаспан қара то деген, қайнаған жері шо деген, ар жағы мұхит көл деген, атулат бұл жерге, аның Алтайдың жұрты көрбеген, аның бары жо болды, ала қандай Алтайлық, аларасылса қайдан су болды. Өліп қалсың қырылып, бір чұқырға тололық, түрі болсоқ жиылып, бүрді бололық, ұқтың арбы барың деп, ұлы күчі қарың деп, анда бата білбеген, ақ диніне кірбеген, мөнді деп, екі қолды төбеге, ел көтеріп қалғаны, анты шертің қылышып, ажерден тарады, рұқсат болса кессек деп, ұлы күчі жиылды, ошын манас қандай деп, ұрматына сыйынды, бет-бетіне тарашып, бечаралар жарашып. Жай-жайына қарашып, жайылған шеру тарады. Ошо жиылған шеру тарады. Эми чынжыр жолго саладың. 6000 аскер қолуна, айдап салды жолуна. Ой, қатының барбы деп, урматыңа до барғын деп, бала чақаң барбы деп, манайыңа барғын деп, ағенеңер барбы деп, ақылыңа барғын деп, еміне көрген білгенің, еліңің айтып салғын деп, жесірдің барын айдады, 6000 аскері жөнөлді, жер дүние жайнады, алардың барын таратып, аңгіре жолғы таянтып, туған болды дұшманы, о нес қара менен қошылып, аскері келген 6000, ішінде болып дұшманы, атаны жақшың ел бол деп. Өткүрі манас жаш бала, өлімді білбес ер болдып, ошону жаман дегенің, өлчөң қара жер бол деп, қуанып тарап кеткенін, дағы көргін неткенін, арадан 6 ай өткенін, 14-ке манас жеткенін. 14 жашары жашында, үйден шығып келиптір, 3 аралға құс салып, 3 аралдың аралы, үйрін жазбай жөнкүгөн, бұғын менен маралы, мындан көргін өнөрін, баяғы манас баланын, жолдошторун таратып, бет-бетіне қаратып, мергені кийік қарашып, бет-бетінен тарашып, өнділіп жолғы салыптыр, есілдің башы боздөбі, ерманас шығып алыптыр, итағы тағыз салып, жеті-жейіт қос жалып, кеткенің 11 күн болды, қараның көрген бір жан жоқ, қабарын ұққан тірі жан жоқ, жоғылып кетті баласы, жақыптың тынбай санасы, талаға бүгін барайын, 3 арал жолын қарайын, балам қандай жоғолды, бұл балаға не болды, 11 күн болды жоғолып, қу балаға не болды, тұш-тұштың бары қаселе, туған бізден азеле, оң алысқы жолғы салғанбы, жешім бұраяла көлге тиіп қалғанбы. Тентектен салғанбы, деңізге кетиіп қалғанбы, қараның көрген оғалқ барбы, елесін көрген ел барбы, о бекер мұншаң о кечікті, мен көрбеген жер барбы, туытына қатын мінептір, төтіліп жолғы кіріптір, қаралдым қайда болды деп, бай жақып көзін салыптыр, баладан қараң көр албай, қайғыланып қалыптыр, айылдан ұзап бай жақып, ат шабын жолғы барыптыр. Ошондон асты жағы жабырдап,
ат кулактуу шабырдан күлүктүн белиң ийилген, көк темири кийинген, белде кылыч байланган, колдо кылыч шайланган, очогор мылтык асынган, ойду дөңдү бастырган, оң бири чыга калганы, жетип келип Жакыпка ортосунан алганы. Атасы Жакып чал деген, армынан да мал деген, Бай Жакыптын баласы, билесиңби манасты, биз кеткенди мындан ким? Чалкайың кугурсагың, чалым өзүң атың ким? 11 алы ортого, о жакка кому салганы. Анда Жакып көп айтат, аргасы кетип бек айтат, ат жөнүңөр ким болот, ата журтуң ким болот, кандай түрдүү жүрөсүң? О Бай Жакыпты билесиз, баласы Манас дегенди не себептен тилейсиз? Мунун айтып Бай Жакып мукактанып турады. Мурадар атыңды айт деп булар күчөп сурады. Жакып атын жашырып бердике деген о мен деди, чын айтыңыз сен деди. Ар жагы кыргыз элибиз, Аралдың Алтай жерибиз. Атам түрк айылымаз, баласы Манас 14-тө, атасы Жакып мага каз, байлап кетсин баласын, мага десең гана эке, өлтүрүп кетсин Манасын, айдап кетсин гана эке, Жакып деген бабасын. Баянын айтчы балдар деп Бай Жакып сурап турду ким? Оңан уккан соң 11, ошо жалгыз жүрсүң бу жерде, сага Жакып кас болсо, Жакыптын айылы не жерде? Баштап бизди баргын деп, Бай Жакыптын кылганды байкап көрүп алгын деп, баягылар турады, жайыңардың айткын деп, жандырып Жакып сурады. О сук экениң, о экенсиң болбойсуң, сурап чалым койбойсуң, көргөзгүн көзү бизге деп, Жакыптын эли не жерде, жолуктураны бизге деп, жок сөздүң айтпай ташта деп, жолу айда башта деп, кайраттанып калганы, айласы кетип Бай Жакып 11-ине кеп айтат, о баатырлар деп айтат. Ошо Тарбагатай көрү бар Жакып деген алчалдын, ушул жерден аң аттанса, арасың 2 күнчүлүк, Терөктү деген жери бар, кышка жакын конуучу, кыз тошу ошондо болуучу, эритпеңер өзүмдү, о эскерсиңер сөзүмдү. Нак Манаска кылар жумушту, айтып берип бир жолу, ашың арчы көзүмдү. Жакып чал сурап койбоду, жаңкыларды торгоду. 11-иң анда кеп айтат, ояк сакал деп айтат, оңой эмес жумуш деп, шу жерге келген жумуш деп, Манастың алып барбасак, Алтайлыктын элинен арылбайт кого куруш деп, о бирөөбүзгө кумулдан, кумул сизге уулган, жана бирөө камбылдан, кармашкан жоонунан кылган, бирөөбүз Мар шаарынан 15 күндүк жол бастык, улуктун коркуп каарынан, бирибизди сурасаң, таранаттуу жерибиз, Талкогутай элибиз, Индистандын бери жагы, Коңгу деген жерибиз, Доңшугутай элибиз, жана бирин сурасаң, Дарая Котон суусу бар, Таңшу деген көлү бар, Далба деген эли бар, жана бирин сурасаң, Өзөндү булак суусу бар, өзгөчө арбын ушуулар, жери жаркен аталат, туташып жуучак келбейт. Мун душманы колго маталат, о басчы болгон Бакмурчун, канжы берген каканчын, аяк башы чогулуп, аттанып бери чыкканы, 6 жыл өттүң арадан, астыда рек табылбайт, ошоң айткын Манас баладан, кайда экенин биле албай, карап жүргөн ой өзүбүз, карыям ушул сөзүбүз, муну айтып билдирди. Ошо Жакып Байды билдирдиң, о коюңар балдар, о коюм бар. Койду карышкыр жеди деп, менин корку кирген оюм бар. Узайын балдар, о уюм бар. Өңкөй улуго жиберген, бузук экен куюңар, жылкы төп алым деп, жыйго чыкты барын деп, ал Жакыптын айылына алып барар алым жок, о баштап барар малым жок, бара бергин өзүңөр. Тетиги башы чыккан чоң тоон, ошо көрбөйбүзлөр көзүңөр. Ушунун айтып, о Бай Жакып узатып жолго салганы, жалгызым кандай болот деп, эми убайымга калганы, 2 жарым ай болгон эркек бала баг дөөлөт ада тууп салганы, о Манасты душман алабы, баг дөөлөт тууган бир балам аман колдо калабы, аны дагы тоюна арбы малды союп тур, абуке деп коюп тур, чарайына да жаш бала, о чабышарга дарман жок, бешиктеги жаш бала, белге таңуу болобу, бежиндин журтуң асылды, белиме таңган Манасты мерт таптырбай коебу, о каканакта абыке кайрат кылса болобу, кагылайын каралдым, какандын каның асылды.
ошо каз кылбастан коебу, багым болсо кыйсамбы, балым болсо жыйсамбы, бабамдын жайын кылсамбы, Түркістан жака жылсамбы, акыры жалгыз баламдын аргасын мындай кылсамбы, туу чунак менен туйлатып, о туюн тубатып бу кебин байбичесин ыйлатып, байжакып үйгө киргени, айыл башың ак балта, акылдашы бердике, жүзгө толгон айлыны жүрүп жыйып алганы, жүргөндөрдүн баарыны, баарын алды кашына, байын алды башына. Ошондо кызыл чокту көбөйрө, Кутай угуп алыптыр, кылабыз деп Жакыпка кекенишип калыптыр. Кара чокту көбөйрө, калмакка бар алыптыр, Кан Жакып деп кекенип, камданышып калыптыр. Кандай арга кылабыз, манас ушу бала деп баалап берип бир бала. Мал алуучу бар бекен, бу манас деп берүүгө, пул алуучу бар бекен. Бирөөндө бар бир бала, бирөөндө бар 5 бала, бирөөндө бар чоң бала, бирөөндө бар 10 бала. Бир баланы манас деп берип койсок не болот? Бир Кудайдын жазуусун көрүп койсок не болот? Өкүмүнө пашанын көнүп койсок не болот? Байжакыптын малдарын манасыңа садага, муну бөлүп гана койсок не болот? Бул сөздүн айтып салганы, бул олтургана калайык, балаңча деп айта албай, ошондо мукактанып калганы. Бай шо жердеги айтат, байбиче менен Байжакып, айтпаңар мунун эсиң жок, бала сатып манас деп башага берер кезиң жок. Бириң алая ургачы, бириң кара чалсыңар, экөөңдү карасам кандай акмак жансыңар. Баласын малга ким берет, сенин балаңдын күнүн ким көрөт? Ботосун малга ким берет, сенин ботоңдун күнүн ким көрөт? Айтасың сөздү айбандай, сенин сөзүңгө ким көнөт? Чыландан чыккан жол барбы? Чырмап келип бу жерде кармап жаткан кол барбы? Кумулдан чыккан жол барбы? Курчап келип бу жерде жок уратып жаткан кол барбы? Кандай айткан кебиңер, калжайып тайган эбиңер, 6500 кол келди, аскер арым бол келди. Нескара деген эр келди, нече түрдүү эл келди. Кайраттуу манас көзүнчө, кыйратты манас көзүнчө. Жакып жаман экенсиң, кыйнала берип өзүңчө, качырды манас көзүнчө.